Енді бұл 8-ші Олимпиада өтті. Бұл шәммінде халықаралық маңызда болды. Бұның құрамына Қазақстаннан емес, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Түркиядан адамдар келді. Баяғыда осыны ашқан уақытта, осыдан қанша 10 жыл бұрын ба, осы ең болмағанда бір 3 жыл шыдай ма екен, 5 жыл шыдай ма екен деген ой болған еді. Өзі көз қорқау қол батыр деген рас сөз екен. Көрдіңіз бе, қанша адам болды? 300 адам. Оның өзі сыймай қалды. Оның жартысын тағы қуып жүр, соның өзінің сыймай қалғандары, қалғанның қалғаны. Жалпы байқаймын, бұл Олимпиада мынау мұғалімдердің арасында, жас мұғалімдердің арасына үлкен бір серпіліс туған сияқты. Өйткені мынау сонымен болып отыр. Өйткені мен сияқты шалдар қазір онша жұмыс істегісі келмейді, жалқау. Өйткені бас істемейді, есеп шығара алмайды. Бұл жерге жаңағы министрліктің көмегі кендіргі жасамайды. Бірақ шыққанда бір тиын ақша бермейді. Ондай әңгіме баяғыда болған. Мен айтқан, мен министрлік қат жасайын, онда тұрған не бар ол? Кімге көмектеспей жатырмыз? Қазақтың ақшасы әйтеуір, иншалла, шашылып жатыр ғой жерде. Бұған бір нәйеті бір түк көтермейді ақша кетеді десем, жоқ, болмайды дейді. Оны мен де түсіндім. Өйткені бұл жерде бір атмосфера бар. Табиғи атмосфера бар. Мен бұнда келсем қуанам өзім. Өйткені шынымды айтсам, бір де сағыныспен келем. Шынымды айтайын, жылына осындай болады. Байқаймын, мұғалімдер сағыныспен келеді. Көрдіңіз бе, қалай қарсы алып отырғанын. Мен қазір келгенде кеше барғанда көрдім, жұрттың бәрі менімен суретке түсіп жатыр. Осы бір әтісер қызғанып әбден. Сіз қай киноға түсіп едіңіз дейді, маған айтым. Осы киноның төресінен түскен адам мен деп, онда қалжыңдап қойдым. Түсіндің бе? Ол демек, бұл нені білдіреді? Бұл деген сөз ең алды мен кәсіптің беделін, кәсіптің мәртебесін білдіреді. Мен мұнда математик болғасын келіп отырмын. Күнерсіз болғасын емес, ақын болғасын, әнші болғасын емес. Бұл математиктің құдыретін көрсетті. Демек, оны түсінетін адам бар деген сөз. Бұл маған қуаныш сезініп келеді. Демек, Қазақстан дейтін елдің болашағы бар. Осындай ғылымға, білімге ұмтылатын балалар бар деген сөз. Сол үйретіп сөйлейтін мұғалімдер бар деген сөз. Бұған мен қуанбағанда кім қуану керек? Сондықтан менің сіздерге тілегім, балаларың беске оқысын, өздерің жақсы мұғалім болыңдар, ұмтылыс қылыңдар, талап қылыңдар, үйрені жалпыңдар, бақытты болыңдар.